Қазақша залалсыздандыру дейді ғой бұны. COVID-19 жұқтырған науқасқа барған дәрігерлердің қорғаныш киімін, жедел жәрдем көлігін осылай дезинфекциялап, қауіпке бас тіктеген санитарлар мен диспетчерлер бірнешеден бері үстемақы даулап келеді. Олар вируспен күреске жұмылып, кәсіби міндетін орындаған. Бірақ билік бізді неге үстемақы берілетін қызметкерлер тобына қоспады деп шағынады. Квартирада жаттық, хостелда жаттық 2 ай. Үйімізді, шалымды, бала шағамды тастап, бүкіл келіншектер түгеліміз сол жерде жұмыс үшін сол жерде 2 ай жаттық. Өзіміздің қалтамыздан ол жерде төлеп жаттық. Машинамен кір жуамыз, оның машинаны обработка жасаймыз. Бүкіл коронавирустың нелерін біз жасап жатырмыз ғой. Сонда да енді сол 3-ші категориямен ақшамызды неге төлеп бермейді? Алматыда үстемақы алатын 3 топқа да кірмейтін, жедел жәрдем қызметінде істейтін 415 адам бар. Олардың барлығы осындай қосалқы жедел жәрдем станцияларында аурумен тікелей қарым-қатынаста болған фельдшерлермен бірге жұмыс істедік, ауру жұқтырдық дейді. Тіпті ішінде бір адам пневмониядан қайтыс болған. 8 қазанда Алматының жедел жәрдем қызметінің бас дәрігері осы 415 қызметкердің бәріне үстемақы беріледі деген. Алайда үстемақы қазан айынан бастап қана есептелетін болып шықты. Ол уақытқа деуірге айларымыз сонда қайда? Біз сонда беватса еткіміз келеді. Өзіміздің істеген жұмысымыздың еңбек ақымызды сұраймыз. Басқа еш нәрсе талап етіп отқан жоқпыз біз. Басқа еш нәрсе. Қаншамасы ауырды, қаншамасы өзінің тірлігін бәрін жасап, бастарын қатерге тігіп, келді ғой жұмысқа. Жедел жәрдем қызметі бас дәрігерінің орынбасары Алексей Ложкин өтіп кеткен 7 айға үстемақы берілмейді деді. Сөзінше осы мәселені қараған Алматы қаласының мәслихаты өткен айлар үшін ақша аударуды қаржылық заң бұзушылық деп таныған. Неоднократно администрация писала просьба изменить приказ. Басшылық бірнеше рет бұйрықты өзгертіп, үстемақы алатын топтардың біріне қызметкерлерді енгізуді сұрады. Оның ішінде диспетчерлер де бар. Өкінішке қарай бізді әзірге ешкім естімеді. Әкімдікке, кәсіподаққа, Нұр Отанға өтініш жасадық, бірақ біз бұйрықтан аттап өте алмаймыз. Через приказ мы перешагнуть не можем. Ложкин қазаннан басталатын үстемақыға қаржы жергілікті бюджеттен беріледі деді. Бұған келіспеген қызметкерлер шағымдануды тоқтатпай, сотқа арыз түсірмек. Ресми дерек бойынша Қазақстанда 12.830 медқызметкерге COVID-19 жұққан, 182 дәрігер коронавирустан қайтыс болған. Вирус тарағалы үстемақы алмадық деген медқызметкерлер бұған дейін де бірнеше рет наразылыққа шыққан. Манас Қайыртайұлы, Ринат Фазылбаев, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.